Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода осы айналарды құрастырып, осы рамкалардың ішіне жасау керек. Ортадағы узорларды алып тастап, осы молдингтар тұра береді. Осының ішіне айналарды сыйғызып жасау керек. Размеріне қарай құрастырып, осындайдан 4 штук бар. Мына жақта мінекей екеуі тұр. Осы төртеуіне айнаны жабыстыратын боламын. Айнаны жерге құрастырып алдым. Ұзындығы 2 метр 5 сантиметр, ені 1,30. Стенамыз мінекей қисық. Ортасы шел. Үстің жағы тиіп тұр. Ортасы шел. Астына жағы тиіп тұр. Ой, кейбір жерлер осылай ішіне кіріп кеткен. Кейбіреулер керісінше шығып кеткен. Оюлардың бәрін алып шықтым. Төртеуінде жақсылап қырып шықтым, түскел тұрған жерлердің бәрін. Енді қазір жақсылап жуып тазалап, одан кейін айнаны жабыстыратын болам. Осындай рейкілер кесіп қойдым. 17 мм-ден. Оны қазір сіздерге көрсететін болам, не үшін рейкіні кескенімді. Рейкілеріміз екі рөлді атқарып тұр. Мінекей молдингтің үстінен нолін шығарып қойдым. Стенді теспей, малярный скотчпен жабыстырып қойдым. Енді айнамыз асты қарай сырғымай тегіс жабысатын болады. Екінші рөлі осы екі молдингтің ара қашықтығын ұстап тұр. Және де байқасаңыздар, айнаның бәрі нөмірі бойынша жабыстырылған рет-ретімен. Айна жабыстырсаңыздар, осы анда мән бере кетіңіздер. Бірақ сонда да кейбір айналарда 90 градустары жоқ. 1,5 мм-дей үлкен екен. Солардың бәрін жаңағыдай регулировка жасап жабыстырып шықтым. Мінекей айналардың барлығын жуып тазалап болдым. Осы бір рамканың ішінде осындай ұсақ айнадан 108 айна бар. Төртеуіне 432 айна жабыстырып шықтым. Мына жақтары да болды. Ана жақта екеуін жабыстырып болдым. Енді осы айналарды жабыстыруға бірден бір көмегін тигізген осындай чемодан козел туралы сіздерге көрсете кеткім келеді. Осымен екінші объектіде істеп жүрмін. Өте ыңғайлы екен, сондықтан осындай жұмыстармен істесеңіздер, осындай алуға кеңес беремін. Мінекей бойы ұзын 1,30. Осы айналарды толықтай жабыстырып шығуға жаңағыдай биіктігі жетті. Аяқтарын қарасақ, мінекей осылай қысқарып ұзарады. Және де екіге бүктеліп, өзімізбен алып жүргенге де ыңғайлы. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.